Атлант мұхитының ар жағында қазақ балаларын іздеп біз де келдік мұхит асып. Америка құрама штаттарындағы қазақ балаларының өмірі қалай қалыптасты? Бұл шетелдегі қазақ балалары жобасы. Америкалықтар неге ақталады? Біз залым емеспіз. Сіз баланың дене мүшелерін сату үшін асырап аласыз ба? Кім қойды бұл сұрақты? Джонсон & Джонсон империясының Қазақстанға қандай қатысы бар? Мать, в общем-то, каким-то образом погибла, и все подозревают, что от передозировки наркотиков. Социопат деген кімдер? Оларды ату керек, тек қана ату керек. Бұл Линдсейдің жанын жегідей жеген журналистік зерттеу болды. Бұған дейін де ауыр тақырыптарды ашып жазған, мәселен адам өлімі. Бірақ өмірден өткен адамның артынан қандай сөз айтылса да ол естімейді, оның жаны енді ауырмайды. Ал қиянаттан қамыққан балалардың көзі тірі. Олар бастарынан кешкен қасіретті қайта-қайта сапырған қоғамның илеуіне сан мәрте түсті сот барысында. Соттың бірінші күнінен бастап қиын болды. Алғашқы күні оқиғаның қалай басталғаны, болғаны, асырап алған адамдардың оларды қалай зорлағаны, жыныстық қатынасқа түсуге мәжбүрлегені туралы фактілер айтылды. Балаларды қорғау үшін айтылуы керек болды ғой әрине. Бірақ бұл асырап алынған балалардың жүрегіне қатты тиді деп ойлаймын. Линда Мэйет өзін қорғау үшін бұл жаман бала, мені байлап тастап қорқытты, мен оның айтқанын істеуге мәжбүр болдым деп жалған ақпарат берді. Бірақ оның сөзінде титтей де ақиқат жоғы сезіліп тұрды. Сот төрағасы да түсінді баланың кінәсіз екенін. Milford Daily News газетінің тілшісі ақпаратты алуда емес, оны қалай беруде қатты қиналдым дейді. Өйткені балалардың жеке басына қатысты мәліметтерді ашуға болмайды, бірақ оқиғаны болған күйінде газетке басу керек. Осы тұста айта кетейін, Линдсей Каркаранның журналистік ізденісінің нәтижесі бейғам отырған Қазақстан қоғамын дүр сілкіндірді. Америкалық ерлі зайыпты қорлаған, зорлаған жетім балалардың Қазақстаннан екенін ең алғаш бірінші рет жазған, жариялаған, газетке басқан осы журналист. Егер Линдсей болмағанда, бұл құпия сол күйі ашылмай қалатын еді. Америкалықтар асырап алған балалар Қызылжардан. Линда Мэйет бірінші рет ол баланы 13 жасында зорлаған. 2 жыл бойы мәжбүрлеген бозбаладан ол сәби көтерген. Сараптама нәрестенің қазақстандық жігіттен екенін растады. Ал Джозеф Мэйет асырап алған қыздың 8 жасында тұнығын лайлапты. Оны үйде аруақтардың елесі кезіп жүр деп қорқытып, қасына алып жатып арсыз фильмдер көрсеткен. Бұл қорлық 2004 жылдан бастап 5 жылға созылған. Америкада тағамда бөлек қой. Алғаш келгенде ұл баланың іші ауырған. Линда Мэйеттің ең бір жиіркенішті тірлігі осы баланың ішін уқалаудан басталыпты. Басқа мемлекетке келгенде асырап алынған балалар тілді, мәдениетті білген жоқ. Ата-анасы өздерінің аюандық іс-әрекетін оларға қалыпты жағдай, осылай болады деп түсіндірген. Бірақ уақыт өте келе ұл бала өзін жаман сезіне бастаған. Ересек әйелдің әрекетінің ерсі екенін түсінген. Әкесі, егер біреуге айтсаң, біздің отбасымыз тарап кетеді, сендерді қайтадан Қазақстанға, балалар үйіне қайтарып жібереді деп қызға сес көрсеткен. Тағы бір сорақысы, ерлі зайыптылар бір-бірінің не істеп жүргендерін жақсы білген. Көршілеріне жап-жақсы, ұйыған жанұя ретінде көрінуге тырысқан. Күндіз тып-тыныш жұмыстарына барған, балаларды сабаққа жіберген, ал түнде ойран жалғасып отырған. области психологии и социологии есть такой... Әлеуметтану және психология ғылымында социопат деген термин бар. Социопаттар қоғамда табысты өмір сүреді. Ұзақ жылдар бойы қайырымдылығы мен өнегелі істерімен көзге түсіп, ешбір күдік тудырмайды. Олар адам сенгісіз зұлымдыққа, жабайылыққа барады деп ешкім ойламайды. Мэйеттар да сондай. Социопаттарға қатысты мынадай мысалды келтірейін. ақш-та осыдан бірнеше ай бұрын америкалық азамат ұрлап әкетіп, ұзақ уақыт бойы жертөледе ұстап қорланған қыздар қамаудан босатылды. Бұл жайында оның туған ағалары да білмепті. Сондықтан түріне қарап, бұндай адамдардың социопат екенін анықтау мүмкін емес. Қазақстандық жетім балаларды асырап алған американдықтардың да басқа американдықтардан ешбір айырмашылығы жоқ. Сырт пішінінде, жүріс-тұрысында секем тудыратын еш нәрсе болмаған.
Өздерін тек жақсы жақтарынан көрсеткен бала асырап алғаннан кейін олардың бұндай қылмысқа баруына не итермелегенін мен айта алмаймын. Оны психологтар айтсын. Их запретили, лишил свободы. Иә, бұлар ауру адамдар. Олардың басты дерті бәрін басқарғылар келеді. Қылмыс жасау, адам зорлау олар үшін қалыпты құбылыс болып көрінеді. Жайбырақат отырып, тамақ жеумен, сосын ыдыс-аяқты жуумен тең нәрсе. Огайо штатында да сондай бір оқиға болған. Туған ата-анасы 3 баласын жертөледе қамап ұстаған, ал жұртқа ақжарқын мейірімді жандар болып көрінген. Мұндай адамдар бүкіл қоғамды алдайды, көршілерін алдайды, айналасындағыларды алдайды. Жақсы адам сияқты көрінеді. Жалпы социопаттарды алдын ала анықтау мүмкін емес. Бұл адамдар өздері жетім әрі ұялшақ балаларды әдейі таңдаған сияқты. Айтқандарына көне беретін, қарсылық көрсете алмайтын. Один из ключевых элементов, по которым... Бала асырауға өтініш берген адамдардың бұрын соңды қылмыстық әрекетке бармағаны қатты тексеріледі. Ал олардың өткен өмірі мүлтіксіз таза болған. Ерлан Ескендірұлы Қазақстаннан асырап алынған балаларға жәбір көрсеткен, санасын жын билеген америкалықтарға қатысты сотқа біздің ел тарапынан қатысқан жалғыз өкіл. Бір кезде жетім балалар үйінде болса да, қамсыз тірлік кешкен жасөспірімдермен кездескен, олармен сөйлескен жалғыз қазақ. Бұл оқиға қазақ елі үшін де ауыр болды. Туған жерден жырақта жүрген азаматтарымыздың құқығын қорғайтын дипломаттарға да жеңіл тимеді. При встрече мы им рассказали об их правах и обязанностях. Ағалы қарындасының үлкені ендік жерде ақш азаматы, ал қыз 17 жаста, Қазақстан азаматы. Америка заңдылығы бойынша зорлық-зомбылық құрбаны ретінде олардың суреттерін жариялауға рұқсат берілмейді. Мен олардан сұрадым, қандай да бір өтініш тілектерің бар ма деп. Олар ешқандай көмек қажет жоқ екенін айтты. Денсаулықтары жақсы, психологиялық тұрғыдан да ауытқушылықтар байқалмайды. Ол баладан туылған нәресте өзімен бірге тұрады. Қызды қайта асырап алған отбасымен сөйлестім. Қарым-қатынастары жақсы, олардың туған балалары есейіп кеткен, немерелері бар. Қазақстандық қыздан бөлек басқа елден асырап алған тағы бір баласы бар. Массачусетс штаты. Соңғы уақытта бұл штаттың атауы Қазақстанда жиі айтылды. Іштеріңіз сезген шығар. Асырап алған ата-анасы қорлаған, зорлаған, зәбірлік көрсеткен қазақстандық 2 жетім балаға қатысты озбыр оқиға дәл осы штатта тіркелген еді. Азғындаған ерлі зайыптылар тиісті жазасын алды, бірақ бұл балалардың бейгүнә шағын оралта ала ма? Олар кешкен қасіретті жуып шая ала ма? Жоқ. Олар Қазақстаннан шыққан балалар әлі күнге осы штатта тұрады, бірақ басқа отбасылардың қорғауында ешкіммен тілдесуді қаламайды, тіпті бізбен кездесуге де ниет танытпады. Өксікпен өткен өмірдің есігін мәңгілікке бекітуге бекінген, бірақ бәрібір ол есіктің саңылауынан ызғар қарып тұратын тәрізді. Менің білуімше, ол балалардың Қазақстанда туысқандары бар екен. Они знают, что у них есть родственники в Казахстане. Ата-аналарына қатысты тірі ме, өлі ме, бұл ақпаратты сізге айта алмаймын. Өйткені Қазақстандағы бала асырап алу заңдылықтарына сәйкес мұндай мәліметтер берілмейді. Өз тарапымнан қосатыным ағайындылардың балалар үйіне түсуінің де өзіндік себептері бар. Елге оралатын ойлары жоқ, сондықтан біз күштей алмаймыз. Ал кейін Қазақстанға барып қайтатындарын айтты. Бұған жан-жақты қолдау көрсетеміз. Екеуі де өте қатаң жазаланды, 20 жыл. Олардың бала асырап алуына жол берілмеу керек еді. Трагедиялар болады, әлемдегі ешбір жүйе қандай да бір оқиғаның ақыры қайғылы аяқталатын болжай алмайды. Тағдыр тәлкегіне түскен Қазақстаннан асырап алынған балалармен ақштағы біздің дипломаттар олардың адвокаттары арқылы ғана байланысқа шыға алады. Ал Америкада 2007 жылы алғаш дабыл қағылып, 2009-да шиеленісе түскен оқиғадан қазақ елі тек 4-5 жылдан кейін ғана хабардар болуының себебі неде? Балалардың құқығын қорғау комитеті де бұл сойқаннан оңай құтылды. К сожалению, от этой семьи Өкінішке қарай бұл отбасы балалар туралы есепті 2005 жылы ғана берген. Сонымен бітті. Бұл нені білдіреді? Ол уақытта республикада айқын жүйе балаларды бақылайтын заңдылықтар болған жоқ. не нашли, но по одному отчету это точно. Журналист ретінде, азамат ретінде балаларды қатты аяймын. Олар қалай бәріне шыдады десеңізші. Осы оқиғадан кейін халықаралық бала асырап алатын агенттіктерге талап күшейтілуі керек. Заңнамалар өзгеру керек.
ниеті бұзық адамдардың бала асырап алуға құқықтары болмау керек. Оларды анықтау қажет. Бұл бәріне сабақ болатын жағдай. Бір нәрсе өзгеру керек. Бұлай болмайды. Ақш азаматтары тарапынан қазақстандық жетім балаларға қатысты тіркелген бұл алғашқы тексіз тірлік емес. 2006 жылы Орегон штатында қазақстандық 7 жасар қыз баланы асырап алған өгей әкесі зорламаққа ұмтылған еді. Сараптама бойынша қыздың бойынан ер адамның шәукеті анықталған. Бұл істе қозғау сала алмады қоғамға. Қалыптасқан жүйені бұзу қиын деп құтылды депутаттарда. Кезінде біз соны бәрін өз ішімізді айтып үкіметпен үнемі байланыста жүрміз. Соның бәрінде де біз айтып келе жатырмыз. Тоқтатайық, енді бері тоқтатайық. Сіздердің сөздеріңізді олар неге тыңдамайды? Неге осы уақытқа дейін бір қандай да бір шешім қабылдай алмай отырмыз? Қаншама жылдан бері? Қалыптасып кеткен жүйені өзгерту қиын. Қазақстандық балаларға қатысты оспадар тірлік ақштағы қазақтардың да жүрегін ауыртты. Заңгер, халықаралық бала асырап алу істері жөніндегі сарапшы Айнұр Көкетаева ата-анасыз қалған бүлдіршіндер асырап алған отбасыдан жылылық күтеді, аналық мейірімді аңсайды, әкелік қамқорлықты тосады, жақсы білім, өнегелі тәрбие алғылары келеді. Бірақ олардың бәрі бірдей, бұндай бақытқа жете бермейді дейді. Настолько закрылись, для них это тоже, наверное, огромное. Олардың достар, таныстары бар. Бастарынан өткен оқиғаны бәріне жайғысы келмейді. Сондықтан сұхбат бермейді. Америкадағы бірде-бір газет телеарнаға шыққан жоқ. Бұл ұзақ жылдар бойы айығуды қажет ететін психологиялық жарақат. Что с ними случилось? Америкалық азаматтар асырап алған қазақстандық балаларға қатысты тағы бір факт. Adopted a baby Imara from Kazakhstan. And she's the most beautiful baby I've ever seen. She's blonde hair, blue-eyed, looks just like Deandra. And I thought, oh my gosh. Дочь президента компании Johnson & Johnson удочерила девочку из Казахстана. Но почему-то так. Америкалық Джонсон және Джонсон фармацевтикалық империясының мұрагері Қазақстаннан асырап алған қызды алып кетуге өзі бармаған. Сосын ақпарат құралдарында оның қайтыс болған туралы деректер қаптап кетті. Ғаламторда ол есірткіні шамадан тыс қолданған деген мәліметтер жарияланды. Ол кезде қазақстандық қыз атасының қолында болған. Бұл оқиға мені қатты алаңдатты. Өйткені заң бар, ата-аналар алдымен барып баламен танысып, оның жанында болып барлық процестен өткен соң ғана алып қайтуы тиіс. Яғни америкалықтардың бәріне бірдей бұл заң жүрмейді деген сөз. Осыдан кейін менің күдігім ұлғайды. Осы жағдайдан кейін ғаламторда америкалық бала асырап алған отбасылар арасында талқылаулар, Қазақстан туралы жағымсыз пікірлер көбейді. Бұл еліміздің халықаралық бала асырау процесінде жүргізіп жатқан ісіне сенімсіздік қалыптастырады. 30 жасында көз жұмған Johnson & Johnson компаниясының мұрагері атышулы Кейси Джонсонның Қазақстаннан нақтысы Тараздан 2007 жылы асырап алған қызының есімі Ава Монра. Өзі пір тұтқан актриса Мерилин Монроның құрметіне осы екінші есімді қойған. Бұл оқиға шынында да орын алған оқиға. Бұл баланың қазіргі кездегі жағдайы жақсы. Оның құқығы бұзылған жоқ. Қазіргі кезде ол асырап алынған анасының, ата-анасының қолында тұрып жатыр. Кейси Джонсон 12 жасынан бастап есірткі қабылдаған. Байлықтан басы кеткен жан күйзелісіне ұшыраған бикеш өмірін өзгерту үшін жетім балаларға қамқор болуды ойлап, алдымен бала асырап алуды ұйғарған. Бірақ біраз уақыттан кейін бала да оған алданыш болмады. Бірде ол Ава Монраны түнгі клубқа алып барып, сонда ұмытып қалдырып та кеткен. Даңғаза музыканың шуылынан жылап жатқан нәрестенің дауысын ешкім естімепті. Аласұрған топ оны таптап кете сақтаған. Осыдан кейін Қазақстаннан асырап алынған балғынды Кейси Джонсоннан алып, оның анасының тәрбиесіне берген екен. Кейбір деректер махаббатта жолы болмаған әйелдің бір жынысты адамдармен қатынасқа түсіп, тіпті неке қиюға да бел байлағанын айғақтайды. Оның өлімін ақшта америкалық трагедия деп те жазған. Осы тұста заңды сауал туындайды. Америкалық әлеуметтік қызметкерлер қайда қараған? Тексеруден қалай өткізілген? Қазақстан тарапы оған қалайша баланың өмірін сеніп тапсырған? Бұл Қазақстаннан бала асырап алған шетелдік азаматтарға қатысты бізге белгілі болған ақпараттар ғана. Ашылмай жатқаны қаншама. Біз залым емеспіз. Бұл қазақстандық жетім балаларды бауырына басқан ақш азаматтарының сөзі.
Жаман ел болмайды, жаман адамдар бар, олар әр халықта кездеседі. Мұстафа Шоқай бабамыз рас айтты ма екен? Сотта бізге сендер баланың ішкі органдарын сату үшін асырап алып жатырсыңдар ма деген сұрақ қойды. Төбемнен жай түскендей болды. Есеңгіреп қалдым. Өз құлағыма өзім сенбедім. Дарияны алып қайтуға анам да бірге барған. Маған естідің бе? Баланың мүшелері үшін алып жатсыңдар ма деп сұрап жатыр дегенінде есімді жидым. Әрине жоқ. Құдай сақтасын. Бұл біз үшін қорлау болды. Дария Жезқазғанның қызы 1 жастан асқанда Америка асқан бүлдіршін қазір бойы жетті. 12-ге толды. Өзінің кішігірім кәсібі де бар. Бұл жайында алда хабарымыздың бірінен көре аласыздар. Қазір оны асырап алған әйелдің назын назарларыңызға ұсынамын. Менің жылап жатқаным, сіздерді көргеніме қатты қуанып жатырмын. Бізді, америкалықтарды, жаман, опасыз, зұлым адамдар деп ойлайды. Бұның бәрі Америкаға қасақана жасалған пиар әрекеттер. Бірде-бір бала зұлымдыққа душар болмау керек. Әсіресе асырап алған жетім бүлдіршіндер. Оларды қорлаған адамдарды өлім жазасына кесу керек, ату керек. Ең бірінші естігенде мен олардан жиіркендім, қатты ашуландым. Басында мүмкін жақсы ниеттен асырап алған шығар, бірақ уақыт өткен сайын олардың психикалық аурулары асқынып, осы жағдайға әкеп тіреген. Қазақстандық қыз сотта көп жылапты. Ағасы екеуі азғындаған ерлі зайыптыларға жаза кесілгенде әділдік орнады деп қуанған екен. Алма ағашындағы жемістердің біреуіне құрт түссе, қалған жемей қоймайсыз ғой. Сол сияқты бір арсыз адамдардың ісіне қарап, барлық америкалық азаматтарды айуан деп қабылдауға болмайды. Мен статистиканы білмеймін, бірақ мен білетін балалар жоқ отбасылардың 99% сәбилі болғысы келеді. Сондықтан сіздерде бала бар, бізде жанұялар бар. Оларды қосу керек. Ұлты еврей әйелге қазақ балалары экспортқа шығара беретін тауар емес деп айтқым келді. Бірақ неге айта алмадым? 2010 жылдан бері Қазақстаннан шетелге бала берілген жоқ. Гага конвенциясын ратификациялауға байланысты ішкі заңдылықтарды халықаралық талаптарға сәйкестендіру қажет болды. 2013 жылдан бастап Қазақстанның қақпасы қайтадан ашылды. Осылайша еліміз халықаралық бала асырау процесіне тағы да араласа бастады. Канада мен Еуропа біраз баланы алып кетті елден, ал ақш аңтарылып қалды. Өйткені Америка құрама штаттарындағы қазақстандық жетім балаларға қатысты тіркелген жайсыз оқиғалардан кейін мораторий жарияланды. Дегенмен бұл Америкаға бала беру тоқтатылады деген сөз емес. Жуырда Вашингтонда Қазақстан мен Америка тарабы бас қосты. Біздің жақтан консулдық қызмет департаментінің директоры, бірінші хатшы, балалардың құқығын қорғау комитетінің төрайымы, бас прокуратура өкілі болды. Бұқаралық ақпарат құралдарында шетелден асырап алынған балаларды интернет аукционы арқылы басқа отбасыларына сатады деген мәліметтер жария болды. Мемлекеттік департаменттің өкілдерінің хабарлауынша, бұл мәселе бойынша сол елдің құзыретті органдары тиісті жұмыстарын жалғастыруда. Отырыс ұзаққа созылды. Нәтижесінде екі ел арасында жұмыс тобы құрылды. Бұл құрамға Сыртқы істер министрлігі, Білім және ғылым министрлігінен, балалардың құқығын қорғау комитеті, бас прокуратура, ал ақштан мемлекеттік департамент, денсаулық сақтау департаменті, иммиграциялық полиция және балалар ісі жөніндегі бюро енді. Екінші отырыс Қазақстанда өтетін болып келісілді. Американская сторона, она предоставила фактически всю информацию, запрошенную нами. ақш бізге асырап алған балаларға қатысты барлық мәліметтерді ұсынды. Енді осы бағытта аздаған жұмыстар қалды. Яғни, Америка тағы бір ақпаратты беруі тиіс. Бірақ мен мұны әзірге айта алмаймын. Олар ұсынғаннан кейін, бұл ресми жарияланады. Содан кейін біздің қоғам екі ел арасындағы бала асырау ісі қашан басталатынын білетін болады. Монтана штатындағы ранчоға қатысты мәселе де ескерусіз қалған жоқ. Бұған дейін ақпарат құралдарында америкалық ата-аналар Қазақстаннан асырап алынған 2 жеткіншектен бас тартып, тәртібі қиын жасөспірімдерге арналған мекемеге өткізіп жіберген деген ақпар тарап еді. Это два мальчика возраста 97 года рождения. Ол екеуі де 1997 жылы туылған балалар.
Оның біреуі қазіргі кезде сол мекемеде. Ранчоның бұрынғы жетекшісінің сөзіне қарағанда, екіншісі жүйке жүйелері ауруханасында жатыр. Оның нақты қайда екені белгісіз. Мы этой информации не имеем. Тың мәлімет, балалардың бірі ішімдікке салынған әйелден туылғандықтан, асырап алған анасы оны ара-тұра емдеу процедураларынан өткізуге мәжбүр. Басқа ақпарат құпия. Бұқаралық ақпарат құралдарында жария болған жаңағы Монтана штатында орын алған мәліметтердің көбі шындыққа жанаспайды. Бұл ранчо қиын жасөспірімдерге арналған ранчо болып саналады. Баланы Қазақстаннан асырап алған кезде жасы 2-де болған. Қазіргі жасы оның 16-да. Ол ранчода ол бала ұзақ уақыт болмаған, 3 апта. Жалпы ол ранчода балаларды тәрбиелеумен қатар емдейді. Қазіргі күнгі оның тұрмыс жағдайы, денсаулығы жаман емес. Ол өз отбасында тұрып жатыр. Требование о том, чтобы мы получали все отчеты по всем детям, чтобы мы имели доступ к этим детям. Қазақстандық балаларға қатысты құқық бұзушылықтар болған жағдайда біз көп уақыт өткеннен кейін барып баспасөз құралдарынан хабардар болмауымыз керек екенін айттық. ақш-тың мемлекеттік департаментіне мәліметтер жедел жетуі тиіс. Қазіргі уақытта ортақ механизмдер жиынтығын әзірлеудеміз. Қиындықтың туындауы екі елдің заңнамаларының бөлек болуында. Егер Қазақстанда ортақ заң жүйесі болса, Американың әр штатының өз ұстанымы бар. 50 штатта түрлі заңдық актілер жүреді. Оған қоса федералдық заңдылықтар бар. Осының бәрін бір жүйелеп, ортақ мәмілеге келуіміз қажет. Шетелде қазақ балалары жобасының екінші кезеңі Америка құрама штаттарынан жалғасады. Біз сіздерді мұхит асқан талай қазақ баласының өмірімен таныстырамыз. Менің атым Жанар. My name is Жанар. Менің атым Жанар. Ермек, бізге қоятын сұрағың бар ма? But because they didn't want like me coming up to their doorstep. But I'm crying because I want a big guy. Okay. Well, okay. What kind of guy? In school? Okay. And if I go to the country and go in, can you come with me to tell the person who gives out the eye of the lamb not to give it to me? Men қазақпын.